Елбасы 5 әлеуметтік бастамасын үндеген күннен бастап бағдарламалық құжатқа деген оң пікірлер толастаған емес. Бұл түсінікті де. Себебі осы күнге дейін іске асырылып жатқан табысты мемлекеттік бағдарламалар бола тұра, бұл бастамалар халыққа жаңа көкжиектер ашты. Елбасының 5 бастамасын өте қызу қолдаймын. Өйткені бұл 5 бастама биылғы жастар жылының жариялануына орай жастардың саяси, қоғамдық мәселелерге белсене араласуына үлкен қолдау болып табылады. Соның ішінде қазіргі уақытта жастардың жоғарғы оқу орындарында білім алуына көптеген гранттар бөлініп жатыр. Сонымен қатар оқу орындарында жастарға арналған жатақханалар көбірек салынуда. Жастарға жеңілдікпен пәтер беру жағы қарастырылып жатыр. Міне бұл біздің елбасының жастар жылындағы жастарға жасаған үлкен қамқорлығы деп түсінемін. Бүгінде мемлекет жастардың сапалы білім алуына барлық жағдай жасады. Мәселен, биыл білім гранттарының саны артты. Тұңғыш президент елбасының 5 әлеуметтік бастамасы аясында жатақханалар салынатын болады. Біз көптеген тегін гранттар алдық. Бұл еліміз үшін маңызды. Себебі бұл жастарды дамытуға үлкен мүмкіндік береді. Қазір барлық адамдардың оқу ақысын төлеуге мүмкіндігі жоқ. Алайда арамызда дарынды адамдар қаншама. Бұл тамаша қолдау дер едім. Өйткені жастарға жағдай болса, ешкім де елден кетпейді. Елбасының бастамалары елдің дамуына жаңа серпін береді. Осылайша бүгінгі қоғамның өзекті мәселелері өз шешімін тауып жатыр. Айжан Ақтаева, Сәния Идрисова, Дархан Сағын, Алмас Сәдуақасов, Көкше Ақпарат.